Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 86 сабақта біз тәуелдеулі зат есімдердің септелуі тақырыбын жалғастыратын боламыз. 7-ші тапсырмаға қарайық. Өлеңді оқып, табыс септіктегі зат есімдерді тап дейді. Оның зерлі табағы солай айла табады. Күн ысымай тұрғанда қауа шағын жабады. Оның зерлі табағын бал арасы табады. Алатынын балбақтан түске шейін алады. Қадыр Мырзалиевтің өлеңі екен. Осы жердегі барыс септігіндегі сөздерді табайық. Барыс септігінде қауашағын және табағын деген екі сөз, иә? Бұл жерде қауашақ деген түбір сөзге ын деген және н деген жалғау жалғанып тұр, иә? Яғни бұл табыс септігінің жалғау жалғанып тұр. Бұл жерде дегеніміз ол табыс септігінің жалғауы, ал н дегеніміз ол тәуелдеулі зат есімнің септелуі, иә? Яғни оның үшінші жақта септеліп тұр. Үшінші жақта тәуелденіп септеліп тұр, иә? Және де екінші сөз табағын деген жердегі ол табақ деген сөз, ол түбір сөз, иә? Бұл жерде табақ деген сөз болады зат есім. Ал деген бұл табыс септігінің жалғауы, және де н деген бір талғана әріп, ол тәуелдену септелу, иә? Яғни ол да үшінші жақта. Оның табағын деп септеліп тұр. Енді осы сөздерді сөз құрамына талдадық. Енді 8-ші тапсырмада берілген сөзді септе дейді. Жыл құсы деген сөзді септеуіміз керек екен. Қараңдар, жыл құсы, иә, атау септігінде. Ал ілік септігінде жыл құсының дейміз. Барыс септігінде жыл құсына, табыс септігінде жыл құсын. Көрдіңдер ғой, табыс септігінде жалғау негізі н болады, иә? Ал бұл жерде біз жыл құсы н или жыл құсы на деп айта алмаймыз, иә? Тек қана н деген ғана жалғау жалғанады екен. Барыс септігі мен табыс септігінің тәуелденуінде олар тек қана бір-бірақ әріптен ғана қосылады. Енді жатыс септігінде жыл құсында болады, шығыс септігінде жыл құсынан, ал көмектес септікте жыл құсымен деген болады. Енді бұл сөздерді септегенде қай септіктің жалғаулары өзгерді дейді. Бұл жерде батыс және табыс септігінің жалғаулары өзгерді, иә? Енді және де жатыс септігінде балалар қараңдар, жыл құсында. Жатыс септігінің жалғауы тек қана да, де, иә? Ал мына жерде жалғанып тұрған жалғау ында деп тұр екен. Ында үш әріп болып тұр, иә? Енді мына ережені есімізде сақтайық. Үш жақтағы тәуелдеулі зат есімдер септелгенде төмендегі септіктерге мынандай септік жалғаулары жалғанады. Батыс септігінде, барыс септігінде на не, яғни досына, дәптеріне. Табыс септігінде н қана әрпі, досын, дәптерін. Ал жатыс септігінде ол ында, де деген досында, дәптерінде. Енді 9-ші тапсырмада төмендегі сөздерді пайдаланып өтірік өлеңді қалпына келтіріп жаз дейді. Жарып өтіп түнекті, жеттім айдың қасына, түнгі аяздан күн өтті, тымақ киген басыма. Мына керек сөздерді қойып, осындай Қадыр Мырзалиевтің өлеңін жазып шықтық. Бұл жердегі түнекті дегеніміз ол табыс септігінде жаздық, иә? Түнек деген сөзге түнекті деген жалғауды жалғап. Одан кейін ай деген сөзге біз ілік септігінде айдың деген жалғауды жалғандық. Ал аяз деген сөзге біз жатыс септігінің дан деген жалғауын жалғандық. Және де тымақ киген бас деген сөзге біз барыс септігінің ма деген жалғауын жалғадық, иә? Сөйтіп басыма деген сөз шықты. Енді 10-шы тапсырмада сызбаны пайдаланып зат есімдерді тіркес жаса деді, зат есімдерден. Мына жерде бізге сөздер берілген екен, иә? Яғни, мысалы біз мына жерде ағасы деген сөзге ағасына көмектесті деп жазайық. Ініңе үйретті, үйіне шақырды, досын көрді, терезені ашты, мәуленге берді дейміз. Яғни барлық мына жердегі тіркестерді жазып шықтық. Енді 11-ші тапсырмада мәтінді оқы, қарамен жазылған сөздерді көшіріп жазып, сөз құрамына талда. Олар қандай септікте тұрғанын айт дейді, иә? Қырғауыл. Қайрат жазғы демалыста ауылға барды. Атасына шөп орысып жүрді. Бірде қамыс арасындағы соқпақпен үйіне қайтып келе жатты. Күн ыстық. Алдыңғы жақтан пыр етіп қырғауыл ұшты да қайта қонды. Қайрат тұра жүгірді. Қуалап жүріп ұстап алды. Ата қандай әдемі деп жотасынан сипап, енді мұны асыраймын деді. Атасы қырғауылды қолына алып қарады. Аяғы сынған екен. Қалтасынан қол орамалын алып жыртты да қырғауылдың аяғын таңып ұшырып жіберді. Балдырған журналынан алынған.
Бұл жерде қарамен жазылған. Ауылға, атасына, үйіне, қырғауылды қолына, қалтасынан қол орамалын, аяғын деген сөздерді жазып шығамыз. Енді осылардың қай септе тұрғанын айтып шығайық. Ауылға дегеніміз бұл жерде ол бар септігінде тұр. Атасына дегеніміз бұл да бар септігінде тұр. Және де оның атасына, яғни үшінші жақта тәуелденіп тұр. Одан кейін үйіне, бұл бар септігінде тұр. Оның үйіне, ол да үшінші жақта тұр. Және қырғауылды, бұл табыс септігінде тұр. Табыс септігінде қырғауылды. Одан кейін қолы, ол да бізде бар септігінде тұр. Одан кейін қалтасынан деген, оның қалтасынан деген үшінші жақта шығыс септігінде тұр. Қол орамалымен дегеніміз ол табыс септігінде үшінші жағында тәуелденіп тұр. Аяғын дегеніміз бұл да табыс септігінде үшінші жақта тәуелденіп тұр. Осылай жазып аламыз. 12-ші тапсырмада әріптерден Б әрпінен басталып М әрпімен аяқталатын құстың атауын тауып оқы дейді. Мына қараңдар, Б әрпінен жоғары қарай деген әріп тұр ғой. Соған қарай жүрсек, бір қазан деген құстың аты шығады екен. Бір қазан деген құс бізде жыл құсы болып саналады. Ол наурыз айында ұшып келіп, қараша айында жылы жаққа ұшып кететін құс. Енді осы тапқан құстың атын түбір күйінде және тәуелдік жалғап септе дейді. Алдымен оны септеп көрейік. Атау септікте ол бір қазан, ілік септікте бір қазанның, бар септігінде бір қазанға, табыс септігінде бір қазанды, жатыс септікте бір қазанда, шығыс септікте бір қазаннан, көмектес септікте бір қазанмен деп септеледі. Ал енді тәуелділік жалғанғанда бірінші, екінші, үшінші жақта оны айтып көрейік. Алтау септікте бір қазаным, бір қазаның, бір қазаны. Одан кейін ілік септікте бір қазанымның, бір қазаныңның, бір қазанының дейміз. Ал енді бар септікте бір қазаныма, бір қазаныңа, бір қазанына деп жазамыз. Енді табыс септікте бір қазанымды, сенің бір қазаныңды, оның бір қазанын дейміз. Үшінші жақта. Жатыс септікте менің бір қазанымды, сенің бір қазаныңды, оның бір қазанында деп үшінші жақта тәуелденіп жазамыз. Енді шығыс септік қалды. Шығыс септікте менің бір қазанымнан, бірінші жақта, екінші жақта бір қазаныңнан, үшінші жақта бір қазанынан деп жазамыз. Ал енді көмектес септікте бірінші жақта ол бір қазаныммен, екінші жақта бір қазаныңмен, үшінші жақта бір қазанымен деп жазылады. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ ұнап жатса лайк қоюды ұмытпаймыз. Келесі жаңа сабақтарда кездескенше сау болыңдар.